Енді жалпы соңғы 5 жыл деп айтуға болатын шығар, мынау жекеменшік мектептердің саны көбеюі. Яғни олардың саны қазір 700-ден асты деп айтып жатыр да. 700-ден астам жекеменшік мектептің ашылуы Қазақстанда. Мен жалпы дұрыс деп бағалаймын негізінде. Өйткені жекеменшік көбейген жерде, жалпы бәсекелестік бар жерде ол білімде дамиды, ғылымда дамиды. Бұны біз әлемдік тәжірибеден қарап отырсақ, бұл жекешелендіру мәселесі барлық жерде кәдімгідей бір болып жатқан үрдіс. Сондықтан Қазақстанда да соңғы 5 жыл өте жақсы дамыды бұл мәселе. Мемлекет өте жақсы қолдады. Яғни жан басына шаққан жаңағы беріліп жатқан нелер болсын, ақшалар болсын, немесе жаңа инвестиция қайтару мәселесі бойынша жасалып жатқан болсын. Бұның бәрі өте дұрыс жасалып келді. Бірақ енді дегенмен бұл жерде қандай мәселе? Бір көп адам мектеп оңай бәлкім ақша жолы деп кіріп кеткен адамдар да болды осы жерде, бизнес көзқарасымен. Енді ол мектеп ол бір фабрика емес, немесе бір зат шығару емес қой, ол бала оқытатын орын. Сондықтан бәлкім бизнестің ең ауыры деп айтар едім, мектеп ашу, мектеп дамытуды. Неге десеңіз, өйткені егер сіз бір бизнес өкілі болып, өзіңіз білімнен түсінбесеңіз, жалпы білімнің сапасы не екенін білмесеңіз, негізі мен айтар едім, ондай бизнес өкілдеріне мектеп ішіне кірмей-ақ қою керек. Бірақ дегенмен әрине сондай енді бизнес орта өкілдерінің өзінің тәуекелшіл адамдары ғой, енді олар көбісі кірді, соның бәлкім дұрыс жүргізе алмады, сапасын дұрыс қоя алмады, кейбір мәселе стандарттарды дұрыс орындай алмады. Әрине бұл жерде мемлекет те өзіне түскен жауапкершілікті орындау керек деп ойлаймын. Сондықтан енді министріміздің де жалпы ұстанымы анық деп ойлаймын. Сапалы білім беріп жатқан оқу орындарына жекеменшікке ары қарай жалпы мемлекет тарапынан қолдау жалғасатынын ашық айтты. Осы ары қарай жалғасады деп ойлаймын.